Бұл оқиға қыстың ең суық түндерінің бірінде болды. Түнгі 11 шамасы. Қала көшелері босап қалған. Қар баяу жауып тұр. Мен ауруханадан шықтым. Қолымда дәрі-дәрмек салынған пакет. Ішімде қорқыныш. Дәрігердің сөзі әлі құлағымда. Әкеңізге тез арада ота қажет. Менің қолымда ондай ақша жоқ еді. Анам ерте қайтыс болған. Әкем жалғыз жақыным. Ол өмір бойы жүргізуші болып жұмыс істеді. Мені оқытты, адам қылды. Ал енді мен оны құтқара алмай тұрғандаймын. Аурухананың алдында тұрып, көз жасымды тоқтата алмадым. Суық бетімді қарып барады. Сол кезде бір ескі такси тоқтады. Терезесі баяу түсті. «Қайда барасыз?» деді жүргізуші. Даусы жайлы. Мен мекен-жайымды айттым. Көлік ішінде жылы. Радиодан баяу әуен ойнап тұр. Мен үнсіз отырдым. Кенет жүргізуші айнадан қарап, «Бірдеңе болды ма?» деді. Мен басымды шайқадым, бірақ көз жасымды жасыра алмадым. Ол үндемеді. Бірнеше минуттан кейін, «Кейде бөтен адамға айту жеңіл болады», деді. Сол сәтте ішімдегі ауырлық төгіліп кетті. Мен бәрін айтып бердім. Әкем, ота, ақша, қорқыныш, үнсіздік. Көлік ішіндегі жылу мен тыныштық мені сөйлетіп жіберді. Ол тыңдап отырды. Сөзімді бөлмеді. Ақыл айтпады. Тек тыңдады. Үйімнің алдына жеттік. Мен әмиянымды аштым. Ақша жеткіліксіз еді. Кешіріңіз, менде толық сома жоқ. Ол қолын көтерді. Қажет емес. Жоқ, мен төлеуім керек. Ол маған бұрылып қарады. Көздері жылы. Әкеңіз жазылып кетсін, сол жеткілікті. Мен не айтарымды білмедім. Бірақ әкеңізге барыңыз, деді ол жай ғана. Мен көліктен түстім. Такси баяу қозғалып, қар астында жоғалып кетті. Келесі күндер күрделі өтті. Қарыз іздеу, құжаттар, жүгіру, үміт пен үмітсіздік. Бір аптадан кейін белгісіз нөмірден қоңырау келді. Сізге қайырымдылық қоры арқылы қаражат түсті. Мен түсінбедім. Қандай қор? Донор аты жөнін көрсетпеді. Сома отаға толық жететін. Телефон қолымнан түсіп кете жаздады. Әкемнің отасы сәтті өтті. Ол біртіндеп есін жинады. Бір күні менің қолымды ұстап, «Қызым, сен шаршадың ғой», деді. Мен жылап жібердім. Ең бастысы, сіз жанымдасыз. Бірнеше айдан кейін әкем толық жазылып шықты. Өмір баяу қалыпқа келе бастады. Бірақ мені бір сұрақ мазалады. Кім көмектесті? Бір күні жұмыстан қайтып келе жатып, жол шетінде таныс көлікті көрдім. Ескі такси. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Мен тоқтаттым. Рөлде сол кісі отыр. Ол мені бірден таныды. Күлімсіреді. Әкеңіз қалай? Көзіме жас толды. Сіз бе? Неге? Не үшін? Ол иығын көтерді. Бір кезде мен де дәл осылай көлікте отырдым. Қызым ауырды. Ақша таппадым. Бір бейтаныс адам көмектесті. Ол қысқа ғана үнсіз қалды. Мен ол адамды қайта көрмедім. Бірақ оның жақсылығын жалғастыруға уәде бердім. Мен сөйлей алмадым. Өмірде бәрі ақша емес, деді ол. Кейде бір жақсылық тұтас тағдырды өзгертеді.